Барлықтарыңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Біз осы практика жүзінде ережені қарап шығайық. Қай көлік бірінші өту керек? Осы бойынша сіздер ертең көлік айдағанда қолданатын боласыздар. Мына ситуацияда реттеуші тұр мына жерде. Реттеушінің сигналдарын білетін шығарсыздар. Біздің ПЗ Қазақстан Instagram парақшасынан қарай аласыздар. Және мына ситуацияда реттеуші тек тіке қозғалысты рұқсат беріп тұр, тек тіке қозғалысқа. Мына такси көлігіне және мына жүк көлігіне тек тіке қозғалуға рұқсат беріп тұр. Ал мына көк көлік пен қызыл автокөліктерге вообще жүруге тыйым салынып тұр. Егер сізге осылай қолын көтеріп алдыңғы жағымен немесе арқасымен қараса, ол кезде сізге жүруге тыйым салынады. Мына ситуацияда тіке жүруге рұқсат беріп тұр, бірақ мына жерде ешқандай көлік тіке жүрмейді. Мына такси солға бұрылайын деп тұр. Мына жүк көлігі тоже оңға бұрылайын деп тұр. Значит, кім бірінші жүреді? Мына жүк көлігі оңға бұрылуға жүк көлігіне рұқсат. Жүк көлігіне тіке немесе оңға жүруге рұқсат мына ситуацияда. Сол себепті бірінші жүк көлігі жүреді. Енді қараңыз, реттеушінің положениесі өзгерді. Мына қызыл көлікке әлі де жүруге тыйым салынады. Көк автокөлікке тек оңға бұрылуға рұқсат беріледі, бірақ ол оңға бұрылайын деп тұрған жоқ. Ал такси көлігіне солға бұрылуға рұқсат берілді. Міне енді қараңыз, қызыл көлікке әлі де жүруге тыйым салынады, себебі оның оң жақ қапталынан қарап тұр. Енді көк көлігіне солға бұрылуға рұқсат берілді. Мына ситуацияны қараңыздар, тең дәрежеде бізде трамвай всегда бірінші жүреді, білеміз. Біз басты жолда тұрмыз мына жерде. Тең дәрежеде трамвай всегда бірінші жүреді. Міне басты жолда тұрмыз. Значит, мына трамвайда басты жолда тұр. Бірінші осы трамвай жүреді. Одан кейін барып біз жүреміз. Сосын барып трамвай жүреді. Енді мына ситуацияны қараңыздар. Қазір светофор рұқсат беріп тұр жүруге. Жүк көлігіне де, мына қызыл көлікке де рұқсат беріп тұр. Енді кім бірінші жүреді? Бірінші тіке жүретін көлік жүреді. Одан кейін қызыл автокөлік, сосын барып такси деген көлік. Мына жерде скорая помощь міне дыбыстық сигналмен жарқылдақ маяғын қосып тұр. Оның тұрған жағында жол бер деген белгі тұр. Мына жерде басты жолдың схемасы тұр. Сонда да мына жедел жәрдем көлігі бірінші жүреді, ол ережеге бағынбайды. Және мына жерде екеуі тең дәрежеде тұр. Мына екі көлік кім бірінші жүреді? Оң жақтан кедергіні өткізесіз. Мына сары түсті көлікке қызыл түсті көлік оң жақтан кедергі болып табылғандықтан бірінші қызыл түсті көлік жүреді. Мына ситуацияда көрдіңіздер ме, жаңа мына жерде белгі бар еді, ал қазір ешқандай белгі жоқ. Сол себепті бірінші мына трамвай жүреді, одан кейін барып солға бұрылатын трамвай және көлік. Мына ситуацияны қарастырайық. Мына жерде жолдың тарлығы, мына жерге бір-ақ көлік сияды. Екі көлік бір мезетте жүріп өте алмайды. Сол себепті бір беттегі көлік жол беру керек. Қай көлік жол беру керектігін белгі шешеді. Мына жерде белгі тұр, қарсы бағыт алдындағы басымдылық деген белгі. Яғни бірінші қызыл көлік өтеді. Мына ситуацияда қараңыз, светофор жасамайды. Светофорда жарқылдап жаңа сары түсті жарық шамы жанып тұр. Значит, бұл жерде светофор жасамайды деген белгі. Енді ол кезде белгіге қарайсыз. Басты жолдардың міне схемасы тұр. Енді қызыл көлік жол беретін жолда тұр. Басты жолда мына екі көлік тұр. Значит, бірінші оң жақтан кедергіні өткізу керек. Сосын барып өзі жүреді. Міне басты жолда тұр мына көлік. Жүк көлігі екінші дәрежелі жолда тұр.
және мына көлік басты жолда тұр. Міне оң жағынан кедергі болып мына көлік табылады. Сол себепті осы бірінші жүреді. Одан кейін барып мына көлік жүреді, сосын барып жүк көлігі жүреді. Міне қараңыздар құрметті оқырмандар, осы ситуацияда міне мына апаттық тоқтау, міне көлігі бұзылып тоқтады, аварийный сигнализация қосылды, міне апаттық тоқтау белгісі қойылды, ескерту бұл көліктерге айналып өту керек деген белгі. Енді қараңыз, мынау биікке шығу, тік өрлеу бұл. Өрлеуге шыққан кезде кім-кімге жол беретінін білесіздер. Мына көлік биіктікке шығып келе жатыр, мына жүк көлігі биіктен түсіп келе жатыр. Биікке өрлеуге шығып келе жатқан көлік қиындықпен шығады всегда. Сол себепті ол көлікке жарты жолда тоқтауға тыйым салынады. Егер мына биікке шығып келе жатқан көлік жақта кедергі пайда болса, міндетті түрде биіктен төмен түсіп келе жатқан көлік жол беру керек. Значит, бізде жүк көлігі жол береді.